Да ё-моё, я же говорил ставить на беззвучный. Это что еще такое? Кто его сюда пустил? А, это новенький, он стажер. Безобразие, блин. Дубль. Ой, ё-моё. Чё, ё-моё, поехали? Чё, ё-моё, поехали? Здравствуйте. Пишет, да, камера? Звук, все нормально? Доброе утро. Меня зовут Толиген. Я пришел работать в продакшн-студию. Стажером сегодня мой первый день. Это офис, где мне предстоит работать. А там, кажется, студия. Вроде никого нет. Вообще, я по образованию журналист, вот только недавно закончил. Так что это мой первый такой серьезный опыт. Поэтому немножко волнуюсь. Ну, посмотрим, думаю, нормально будет все. Круто. Я же говорил, ставить телефон на беззвучный. Как ты говорил, тебя зовут? Толиген. Вот что, Толиген. Тебе предстоит заняться очень важным делом. Пойдем. Важным делом. В любой работе должен быть порядок, верно? Да, конечно. То есть я доверяю тебе. Ты же ведь закончил у нас журфак? Да, красный диплом. Красный диплом. Потрясающе. Приберись в реквизиторской. Прибраться? Ну да, порядок – это основа основ. Понимаете, в мире царит хаос. 8 миллиардов людей. И у каждого свое мнение. А мы, журналисты, в этой куче угля ищем алмазы. Вот если люди перестанут соблюдать порядок, что будет? Беспорядок. Беспорядок. Вот тебе повезло. В первый рабочий день наводишь порядок. Когда-нибудь ты поймешь, как это важно. Планерка. Пойдем. Пунктуальность – это тоже важное качество. Успешные люди, они не опаздывают. То есть тоже своего рода пунктуальность. Ты когда-нибудь слышал, чтобы Бенджамин Франклин опаздывал куда-то? Привет. Вот он не опаздывал никогда. То есть в истории нет, чтобы Бенджамин Франклин куда-то опоздал. Не зависай, пойдем, быстрее. Так, что там с реквизиторской, Гаун? А все уже, реквизиторская убрались, прочистили, пыль прочистили, костюмы погладили, да? Убрались. А чё? Да? Галум себе новичка забрал, что ли? А что вы думаете? У них там работы только пыль перетаскать и все, а у нас реально рук не хватает, правильно? У нас тоже, в принципе, там порядок не хватает, навели, между прочим. Вообще у него руки, не знаю... Честно говоря, это какой-то бред. Я не понимаю, почему я должен убираться в подсобке? Хорош, ребята. Операторская группа получит свое стажера. С новичком работаешь, Халджан. Прошу прощения, но я хотел бы заниматься журналистикой. Так, что там? Ко мне не относятся серьезно. Я журналист с красным дипломом. Что я здесь забыл? Ну и вот мы хотим снять сюжет, который будет рассказывать, я не знаю, я хочу на следующую выпуск сделать про... Ну, знаете, возможно, и в этой куче угля есть свой алмаз.
Жақсы, ладно, хорошо. Ұйықтамасайшы. Саутбокс көтеріңдер. Сен саутбокс не екенін білесің бе? Иә, мынау соутбокс қой. Мына саутбокс айтып бермін. Мынау да соутбокс қой. Үлкен саутбокс дедім. Үлкен саутбокс деп айтқан жоқпын ба, иә? Иә. Өзің істеші тұр. Кім? Кадрдан былай тұр. Тез. Мен кеше жиналыста, нам рук не хватает дегенде, я имел в виду мужские руки. Әрине, біздің түсірілім алаңында қыздар жұмыс істейді. Бірақ олар актриса қыздар. Негізінде оператор болу ол қыздардың жұмысы емес. Өздерің ойлаңдаршы, әлемдегі барлық танымал актриса. Не істеп тұрсың? Мен кофе алып келдім ма? Иә. Әлемдегі барлық танымал операторлар олар еркектер. Эллен Керас Оскар номинациясын алған. Осылар білгіштен бар ғой, интернеттен көріп ал. Мен общем айтып жатырмын, олар единичный случайлар ғой. А негізінде көбінесе еркектер. Енді өздерің ойлаңдаршы, үлкен камераларды көтеріп жүру оңай емес қой қыздарға. Ол қыз ғой. Бізге көмекші керек, бізге штатив, камера көтеретін адам керек. Және оларда анандай күндері болады. Анандай күндері көңіл күйлері өзгеріп тұрады. Мен солардың мінезіне қарап жүрейін енді. Сен бізде істейтін қызсың ғой. Бірінші күн ауыр болады енді шынымен, бірақ оны көңілің алма. Ол үшін көңілің түсіре берме. 15 минуттан түсірілім басталады. Бізде оператор топта кешігу деген болмайды. Кешікпе. Жарайды. Ол менің ойымша көп уақыт алмау керек сияқты. Өйткені біз қазір сіздің түрік жасаған сәтіңізді ана түсіріп аламыз да. Мен лифтқа кіріп кеттім. Түрік жасаған болған сәтіңізді түсіреміз. Бір камераға болды. Негізі ұзындығы маңызды ма? Мысалы деймін де, егер адам өзінің денесінен сәл кішкене нәрсені жұтып қойса. Бала кезінде мен мынандай бір тігін инесін жұтып қойғам. Мындай. Сондықтан мен де трюкачпын деп айтуға болады. Ол менің асқазанымда 3 күн бойы жүрді. 1 күн бойы. 1 күн бойы. Ей, камерадан былай тұр. Мен саған не дедім? Камерадан былай тұр. Камерамен жұмыс істеп, ол мәртебе. Адам деген оған лайық болу керек. Ал түсірілім тобы, дайындал. Мотор дайын ба? Дайын. Камера? Дайын. Баста. Құрметті көрермендер, Таңғы Фреш бағдарламасының кезекті қонағы әлемге танымал, талантты жан, қылыш шыққыш. Бәрі дұрыс па? Мен әлі дайын емеспін. Стоп. Неге дайын емессіз? Бұл жауапкершілігі мол іс. Түсінесіз бе? Қазір бәрі жақсы ма? Онда түсіреміз. Мотор дайын ба? Камера? Баста. Так. Все нормально. Құрметті көрермендер, Таңғы Фреш бағдарламасының кезекті қонағы талантты әлемге әйгілі жан, қылыш шыққыш өнеріңізді тамашалайық. Тамаша, достар, тамаша. Ақырын наны қалай шығарады, құдаймай? Тез шығарсы, ақырын. Бұлай, не істеп тұрсың? Мен бұл жерде артық сияқтымын. Ақырын өлтіріп алмаш. Жетпеген осы, құдаймай. Ақырын дейм.
Ақырын, өлтіріп алмаш! Бірақ бұл менің арманыма жету үшін қажет тәжірибе. Әлемге әйгілі әйел қоюшы оператор болу. Сыртқа шықшы қайтадан. Ана папканы қарашы, ең бірінші папканы, иә. Жоқ, астындағысын. Сонымен? Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Жеткен жерің осы ма? Маған айтып тұрсың ба? Енді кімге? Неге мен бірден? Неге сен? Құрмет, сен тұрдың ба ол камерада? Жоқ, мен камера емес, ол Қайсардікі. Шешімін қазір табатын ол, түсінікті ма? Шешін деді ма? Шешімін тап дейді. Шешін енді. Басқа папканы ашып көрші. Жүр кеттік, шешінеміз енді. Жиналымыз, жүр. Кружкың қайда мен? Жүр. Мен байқаусызда камераны қосып қоямын да. Бұл жерде дәл сол видео. Бүкіл мадақты өзіме алайын ба? Әлде операторлық топты құтқарайын ба? Бергелдер. Мен не істеймін сол? Басеке, менің ойымша барлығын қайтадан түсіру керек. Қайсар қылыш жұтқыш болды. Құдай сақтасын, ешнәрсе жұтпайды. Сен алдында больницада бірдеңе жұттым дедің ғой. ФГДС қой, асқазан тексеру үшін. Жігіттер, негізі мен бала кезімде жұтқам. Бірақ ине жұтқам. Сондықтан егер түсіндіңдер ғой. Бірдеңе істеу керек тез арада. Айттым ғой, жұтала тағы жұтады. Айтпақшы, алдымда қылыш жұтқыш пен кадр болғанда сіздер де түсірдіңіздер ғой? Бір-екі кадр бар ма? Сіздер арттан түсірдіңіздер, е? Шында камера болады. Мынандай емес, объектив. Кішкентай болады да, соң асқазанды мониторға көрсетеді. Жөн емес енді. Кешіріңіз, менде флешка бар еді. Аяқтың астына оратылмай барыңдаршы, не керек, Шпагыны кім ұстатынын шеше алмай жатырмыз мына жерде. Бос әңгімеге уақыт жоқ бізде. Анау сосын... Не дегенмен кішкене қинала тұрсын. Азап қанша ұзақ болса, соңында жеңілдеудің дәмі тәттірек, солай емес пе? Бәсеке, мүмкін қылыш жұтқышын қайтадан студия шақырып, бәрін түсіріп аламыз. Ана қылыш жұтқыштың өзіне хабарласып, студияға шақырып, қайтадан бәрін түсіріп алайық. Міне. Оны барлығын маған тапсырыңыз. Мен өзім барлығын шешейін. Жоқ, кереміз. Өзім барлығын өзім тыңдырасың. Өзін тыңдыршы мен. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Біз телеарнадан хабарласып тұрмыз. Тамағыңыз қалай? Мен ғой жылған. Не ғой, сіз қайта келе аласыз ба эфирге? Мына жақта жігіттер рек басып ұмытып кеткен ғой. Кім қылыш жұтқышқа хабарласқан? Ол барлығын білет, енді олар бізбен соттаспақшы. Не қарайсың? Кім дейм? Естерің дұрыс па? Бастарында миларың бар ма сендердің? Ойын ұзаққа созылып кетті. Түсініңізші, өтінем, түсініңізші, бұл техникалық форс-мажор. Ондай жағдайлар енді әркімнің басында түсу мүмкін ғой. Енді, білем, біз кінәліміз, бірақ енді дұрыстайын деп жатырмыз ғой енді. Қалай түсінбейсіз енді? Енді біздің... Ассалаумағалейкум. Бұл атқарушы продюсер. Конфликті жағдайлардан шығудың бірнеше түрлері бар екенін білесіздер ме? Сіздің ойыңызша, бұл салада кім эксперт?
Негізі күрделі трюктарды 2 камераға түсіру қажет. Мына картада не бар, тексере салшы. Қарайық. Басеке, 3-ші камераның жазуы бар екен. Да? Сорасын ба? Жазылды ма шпага жұттың? Түсіріпсің де ғой. Бәсе. Құрметті көрермендер, таңғы фреш бағдарламасының кезекті қонағы талантты әлемге әйгілі жан. Осыған бола менің үйімді аштып. Біз үшін қуансаңыз болды ғой, Гүлнара Маратқызы, а? Ол сенің жұмысың. Рахмет. Мусоркаға тастай салшы. Сақтақ қой мені. Үлкен рахмет. Жоқ, рахмет. Енді ол адамгершілігі жағынан ғой, иә. Сен Балқаштыкісің ба? Есенбай көкенің ұлы болдың онда сен. Жоқ, айтып тұрмын да, фамилияң ұқсайды екен жалпы негізі. Иә. Сен Күлбарам апайлардың үй жағында тұратынсыңдар, баяғыда. Сен әкең бізге қарыз ғой. Сондықтан енді біздің Балқашта ондай жоқ қой. Сондықтан сен енді бірдеңе қыл мынаны. Так, новенький. У нас дополнительный сюжет. Тема «Счастливая жизнь в браке». Найди спикеров, хрон 3 минуты. Хорошо. Айгерим, Да. что у нас с самообороной? Эксперта нашла, правда... Что с ним? Так есть герой или нет? Есть. Его зовут Ермуратов Сабит. Но сегодня утром на тренировках он сломал себе ключицу. Ищите замену. Завтра у нас эфир, чтоб к вечеру был готов сюжет. Такая интересная, где я сейчас найду замену? Я же не виновата, что он ключицу сломал. Хотя это неудивительно, ученые считают ключицу самой хрупкой костью. Алло. Да. Да, это мини-сюжет по самообороне. Да, нужно снять сегодня. Ребят, можно потише? Алло, вы меня слышите? Ага, нужно снять сегодня. Да. Желтый пояс по карате. Ученик знаменитого сенсея Сандыбай Көке, сенсей. В ауле я был лучшим. Может, еще скотчем попробуем? Мышку. Так, давайте еще раз. Я это делаю не со зла, мне просто скучно. Я нашел идеальную пару. Они родились в одном роддоме, вместе учились в одной школе, были соседями. И вот уже 60 лет вместе. И, кстати, у них 11 детей и 67 внуков. Мне кажется, идеально. Снимаем? Да, пишем. Первый сюжет. Так волнительно. Должно получиться классно. Осталось только сделать контрольный звонок, и дело в шляпе. А, да? Совсем никак? Съемки много времени не займут, максимум час. Все равно не хотите, да? Ну ладно. Отказались. Я хотел попросить вас. Вот, стой. Ты сейчас будешь на меня нападать. Понял, я не да? буду нападать на вас. Я говорю, я хотел попросить. Самообороне, поможете? тихо, не перебивай. Может, вы поможете? Самообороне.
В самообороне самое главное – это нанести первый удар. Нападай. Швайк! Вот, ты проиграл. Ты проиграл. Ладно, что у тебя там? У меня герои главные отказались. Может быть, вы поговорите? Ну, давай позвони и поговорю. Как зовут, чем занимается, какая тема? Батырбек аға зовут. Я сегодня звонил ему уже. Смотри, учись. Ассаламу алейкум. Да, Батырбек ага. Сегодня с вами созванивался наш журналист. Ну, он новенький, стажер. Так вот, вы же понимаете то, что... не понимаете? Как, сегодня? Вчера или сегодня? А сегодня они развелись. А Батырбек ага, может... Он бросил трубку. Ну-ка, набери номер повторно. А может, не надо? Походу, меня уволят. Но в поселок возвращаться я не собираюсь. Так, Тулиген, тема браки отбой. У нас перехрон. Герои хорошие. Запиши их на следующий выпуск. Кажется, меня пронесло. А старики, как оказалось, обратно сошлись. Для самообороны самое важное – первый и решающий удар. Для каждой девушки необходимо знать приемы для защиты, чтобы вечерами не боясь выходить на улицу и не засматриваться на темные переулки. Современным людям не хватает праздников. А еще людям не хватает любви. Как известно, любовь не ждет 3 года. Живет. Любовь не живет 3 года. Да нет, как-то глупо звучит. Совсем забыл про День Святого Валентина. А ведь это возможность признаться кому-то в своих чувствах. Ой, как красиво! Так, это еще что такое? Зачем это здесь стоит, а? Есть же у нас свои праздники родные. 15 апреля день Козы-Курпеш и Баян Сулу. Каждый год одно и то же. Вот именно, каждый год одно и то же. Это международный праздник. Это создает атмосферу. И вообще ты бесишься, потому что тебя никто не любит. И это тебя никто не любит? Тронешь коробку еще раз, восприму это как порчу офисного имущества. Ясно? Так при чем тут я, а? Помимо меня здесь работают одинокие люди. Им неудобно, неприятно, понимаешь? Например, вот Хурмет. Он одинокий человек у нас. У меня есть девушка. Это мне? Что? Ну, Валентинка. Воркуете. В общем, Тулиген, есть одно дело. Нужно снять сюжет. Тема у нас – гороскоп любви. Узнаешь свою совместимость? Да прекрати, я в это не верю. Едем снимать интервью. Победительница битвы экстрасенсов 17. Какой бред. Ты с этим так не шути.
Құрмет, зачем ты соврал, а? У тебя нет девушки? Почему? Есть. Она известная киноактриса, наши отношения это тайна. Что? В каких она фильмах снимается? Қане, көрсетші. Не могу я. Қане, берші, көрсет. Не могу я. Акиш, көрсетші. Руки, успокойтесь, я не могу. Акиш, көрсетші. Руки, вы просто, знаете, вы просто завидуете мне, что я встретил свою судьбу. И все. Судьба каждого человека известна только звездам. А нам стоит прислушиваться к знакам и решать, следовать нам им или же делать что-то другое. Ну, спасибо. Все снято. Сняли, да? Не спешите. Не могли бы вы мне помочь? Ровно год назад в офисе я потерял одну вещь. Хорошо. Так, вижу. А что это за вещь была? А я и не помню. Вижу. Любовь. Служебный роман. У меня? У него. Привет. 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 Спасибо. Какой же я дурак. Хотя откуда я мог знать, что у нее есть парень? Ты мог у меня спросить. И это не парень. Это ее муж. Стажеры ничего не понимают в чувствах. А ведь любовь – это штука сложная. Поначалу тебе очень приятно. Смотри, мне целых 9 почти. А потом проходит время, и тебе становится невероятно больно. Но ты захочешь к этому вернуться. Круг жизни. Все, до свидания всем. Пока-пока. Вот так-то смелости, да? Как говорится, хорошо смеется тот, у кого есть Валентинка. А у тебя есть? Нет, у тебя нет. Алдыңғы эфирде адамдар көп болды да. Кинофло. Келесі бағдарламаға сыйғызсақ қалай қарайсыз? Кинофло не керек саған? Сол бокстан бар. Тұрсынбек, Тұрсынбек. 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 Ау, шақырып отыр ғой. Естімейсің бе? Наушникте естімей алғашам. Айта беріңіз, шеф. Ана қылыш құшпен болғаннан кейін естідім мен. Енді айтып бүйтіп материал жапқан екенсіңдер, дұрыс. Бірақ ендігәрі бұндай болмау үшін бір мастер-класс өткізу керек. Тамаша идея. Мастер-класс бізде жетіспейді. Түсінбедім, Басеке. Мастер-класс өткізудің қажеті жоқ сияқты, Басеке. Мастер-класс керек. Тұрсынбек. Басеке, керек емес. Бүгін өткізейік мастер-класс. Жоқ, жұмыстан кейін. Басеке. Я көтер салшы кішкене. Қайсар, Ау, кім Құрмет қайда? білеме Құрмет шығып кеткен. Постоянно жоғалып та жүреді. Алдындағы қылыш жұтқыштың сюжетін қабылдады. Жарайсыңдар. Анау 3-ші камерада түсірген не кадрлар жақсы шыққан. Бәрі жақсы. Жақсы. Рахмет, а. Құрмет. Қыздар, сәлем. Құрметті көрген жоқсыңдар ма? Құрмет. Қайықта жүр? Қайда жүрсің, е? Болды, өтірік істеме.
Так, уважуха, бері кел. Кешке бастық келем деп жатыр. Бізге презентация жасауымыз керек. Қандай презентация? Білмеймін, камералар туралы, операторлар туралы, студиялық түсірілім ба, бірдеңе дайындау керек. Түсіндің ғой, жақсы. Жақсылап дайындалыңдар. Журналистердің стажеры сюжет түсіріп жатыр. Ал маған әлі сенбейді. Әлі жүрмін. Стажер? Тапсырма бар, кеткі. Қысқасы, кешке мастер-классқа. Мастер-класс? Я мастер-классқа сен презентация дайындау керексің. Презентация? Я бастық келеді, барлығын тексеріп, сол себептен жақсылап дайындайсың, ғой, жарай ма? Точно ма? Сендік саған. Жақсы. Сіздермен болған Әйгерім Нұрдәулет, күндеріңіз сәтті өтсін. Стоп. Болды ма? Иә, бәрін Түсірдің бе? түсірдім, бәрін түсірдім. Сенімдісің бе? Тексеріп көрші. Бәрі дұрыс. Айсар, қалай? Жақсы ма? Түсірдің ба бәрін? Жақсы болды. Жақсы аға, бір әңгіме бар сізге. Че за әңгіме? Не ол? Түсірмедің ба не? Жоқ, Қалай жоқ? Түсірмедің ба не? Түсірмедің бе? Жоқ, түсірдім, бәрі жазылу жақсы өтті. Не жоқ? Бәрі түсірілді. Бәрі түсірілді, бәрі жақсы. Айтатын әңгіме келесі ғой. Өткенде үшінші камерада мен емес дәмелі болған. Қашан анау қылыш жұтқышта сақталып қалған кадр дәмелі ма түсір? Иә, солға түсірген. Дәмелі? Жақсы түсірген негізі. Келесі жолы сюжет түсіруге сол қыз жіберсе де болады екен ғой негізі. Замедленный съемкамен түсіріп тастаған ғой, ана обычно адамдар сөйлесіп отырмай ма интервьюда. Қалай деп отыр екен. Мастер-классқа дайынсыңдар ма? Иә, дайын. 10 минуттан кейін келе берсеңіз болады. Жақсы. Ал, біздің операторлық жиынға қош келдіңіздер. Қанекей, операторлардың ұраны. Операторлар алға, объективтер таза, Тұрсынбек аға жаса! Сен неге жаттамағансың? Хоп, ал қане, олай болса, біз мастер-класстың жаңа форматын ойлап таптым. Осы мастер-классты жүргізуді біздің жаңадан келген жас маман Дәмеліге тапсырамын. Қанекей, қош келдің. Саңа сәттілік. Рахмет. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер деймін. Қалай? Мастер-класс қалай ашып бердім, а? Девизі өлтіріп жіберді ғой, ә? Ал енді бұлай мастер-класс деген аты болмаса, бұл енді бізге жай әшейін формальность. Біз барлығын білеміз ғой. Көріп тұрғандарыңыздай, оператордың жұмысы оңай емес. Назарларыңызға рахмет, мастер-класс аяқталды. Ал, жақсы. Рахмет. Жақсы сабақ болды деп ойлаймын. Бұның барлығын тестпен аяқтайық. Қалай қарайсыздар? Менің ойымша жақсы идея, мен қарсымын. Тест артықтау болады деп ойлаймын. Бәріміздің жұмысымыз бар. Джо, мен қарсы емеспін. Көрейік тесттен. Өтейік. Бәріміз. Қайдағы тест? Бұл сендерге мектеп па не тест алатын? Оскар сыйлығын алған әлемдегі жалғыз әйел оператор депсің ғой, сұрақ қойсын. Білмеймін мен. Міне, бағаларыңызды көрсеңіздер болады. +5. Сенде ше? Мен жай 5. Басеке сізде ше? Тұраға сізде ше? Менің стажым бар. Кеше ғана келген. Жоқ, ол дұрыс қой енді. Тест жасап білімді тексеріп Оның көңілін алма. Егер де ол осындай ақылсымақтығын тоқтатпайтын болса, мен оған жеке камера тұрып, көмекші ретінде түсірілімнің алаңына шығармайын. Бәрі қайда? Ау!
Бәрі қайда деймін? Басқа айналысатын істерің жоқ па? Тауып берейін бе? Тұрсынбек! Құрмет! Бүгін бізде ерекше қонақ. Негізі біз бұны ешкімге айтпай отырмыз, бірақ... Келе жатыр! Кішкентай бала сияқтысыңдар ғой? Жоқ, мен бұларды түсінбеймін. Әнші болса, әнші. Ода тұрған не бар? Олардың қалай аты шыққанын көрдіңдер ме жаңа? Дана, сен бұл жерде не жоғалттың, а? Сценарий дайын ба? ЗКТ-ні оқыдың ба? Болды, бар! Сен не қарап тұрсың? Мен саған сен жүрсем бас көзім деп. Не Гүлнар Маратовна? Мен барлық жұмыстарымды бітіріп тастадым. Таңнан бері күш-жігерім тасып, тек 1 сағаттың ішінде бәрін аяқтадым. Мен бүгін кумиріммен кездесем. Әу демейтін қазақ жоқ дейді. Әр қазақтың қанында ән айту бар негізі бар. Басеке, зор ғой, жоғар деңгей, өте мықты. Мысалы, менің прадегім әнші болған мысалы. Ойлашы, міне, мен оператор болсам да қалып қойған солар. Жазып ал! Қыздар, жігіттер, біздің ішіміздегі ең бір деген жанкүйер Дана екенін білемін, бірақ әркім өзінше жанкүйер емес па? Солай ғой? Әріптестер, біздің қонағымыз шамамен бір 40 минутқа кешігейін деп тұр. Пресс-конференцияда отыр екен. Әйгерім, вокал бойынша сарапшы келді. Оны тез төменгі қабаттағы фойеде түсіріп кеш. Гүлнар Маратқызы, тәлімгерді жіберсе болады ма? Ана жерде түсіретін комментарий ғана қайта тәжірибе алсын. Басеке, мен бармай-ақ қойшы, стажерлар барсыншы. Жария ма? Білесіз бе, негізі мен мұндай музыканың тыңдарманы емеспін. Бірақ біздің қонағымыздың арқамызда маған камераны берді. Және мен комментарий жазалам өз бетімен. Бұл жоқтан бар. Барлық нәрсе ашық диапазонда. Баритональды тенордан бастап, колоратурды сопраноға дейін астыңғы және үстіңгі диапазонда өте ашық бірдей дамыған. Қозғайсың қатып қалған ай, іштің дерті. Әріптестер, қонағымыз тағы 2 сағатқа кешігіп жатыр. Ойларына келгенді істеді ғой, бәрін былықтырып. Төлеген, материалды қарап шық. Айқан сөздің қағазға түсір. Жақсы. Сәлем. Сәлем. Есімім Дәмелі. Карина, шашырдың әдемі екен? Рахмет. Бұл жерде сен ғана жанкүйер емес сияқтысың. Мойындайын, мақтан етем, бірақ соншама жанкүйер емеспін. Мен де сондай келместім. Бірақ суретке түсейік, суретке түсуге болады, иә? Түсек дегенде еу қоры. Ақыры келеді ғой? Иә, түсейік. Әріптестер, қонағымыз қабылдауда отыр екен. Тағы да кішкене ғана. Күтіңіздер. Осы Гүлнар Маратқызына шынымен бәрібір ме? Әлде сондай сыңай танытамын? Жұмысы бірінші орында болмаса Гүлнар болады ма? Ал, әріптестер, жұмыс күні аяқталды. Бәріне рахмет. Қонақ 40 минуттан кейін болады.
менің жұмысын бақылай саласың ғой, иә? Өткендегідей камераны жазуын ұмытып кетсем. Жоқ, сен жұмыстан шығарады, сосын мен сенің орынды басам. Ол сен болсаң, мен қарсы емеспін. Иә, құрметті көрермендер, өмір деген қызық қой, қызық жерін сызық қой дейді. Ал сызық деген... Где сверли? Стоп. Опа, разбуди, быстрее, алло. Саныч. Ну все, хорош. Есть. Саныч есть? Давайте, дубль. С недавних пор у нас появилась проблема. И имя ей... Ассалаумағалейкум, патша көңілді көрермен. Эфирде ең көңілді, ең пайдалы бағдарлама. Таңғы фреш! Вы у нас в компании много лет проработали. Да, много. Так вот, вам положен уже отдых. Да. Ну, так я пойду, отдохну. Вы, кажется, не поняли. Вам нужно уйти. Да, я ухожу. У нас проблемы. Нас хотят уволить. Откуда информация? И какие аргументы? Саныч, до тебя хотят уволить. На пенсию. Ну, пенсия равно увольнение. Ну не начинай ты. Ты же спишь на работе. На работе ты спишь. Понимаешь? Сказку сторожит. Извините. Я кое-что что-то не понял. Вы меня наняли ассистентом или звукорежиссером? Звукорежиссером. Ну, понимаете ли, там какой-то старик, не знаю, не хочет мне давать рекордер, аппаратуру. В смысле, а? Степан Александрович. О, стажер. Я не стажер. А куда ты ушел? Степан Александрович, мы ведь уже с вами говорили, что вам пора на пенсию. А стажера кто обучит? Я не стажер. Он не стажер. Это новый звукорежиссер. Прошу любить и жаловать. Мой покойный дед всегда говорил, самое стыдное для мужчины – это остаться без дела. Мне стыдно не было никогда. Я до сих пор работаю на казахфильме. Алло, кореш, ну что, разобрался во всей этой суете? Чего? Вы странный. Хип-хоп правит миром. Держись моды или умри в отстое. Саныч, в общем, спикеры пришли, нужно будет их опетличить. Вот первого пишем Улана Камзина. Вот он. Да. Новый стажер? Я не стажер. Ага. Хурмет! А ты куда? Пойду петличить? Ну как знаешь.
жылдарының магнатысыз, дұрыс па? Стоп! Вижу бум. Саныч, мы же с вами договорились, с бумом не получится писать звук. Мешает нам конкретно. Да знаю я это, новенький, он сегодня первый день, ну не ругайся ты. Все, можем? Простите. Микрофон чешется. Извините, что я так облажался. В кино мы всегда так крепим и всегда крепили. И если честно, я не знал, что у него аллергия. Ладно, Жанбек, в принципе, гость у нас претензий не имеет, поэтому продолжаем так же работать. Хорошо, спасибо. И, Степан Александрович, вы пока не уходите, стажера обучите, пожалуйста. Я не стажер. Чему меня может научить эта древность? Звукач – это чисто кэш ради всего. А на самом деле я